ВКонтактеде біздер мына жоғары жағында әдемі сурет көріп отырамыз кейбіреуінде. Мысалы сенімді интернет дүкенінде бар міне әдеміше кеткен. Жалпы мына мен қазір мына барлығын қойған жоқпын. Негізінде жоғары жағында әдеміше кеткізуге болады. Яғни мына сіз жақсы программалар білсеңіз, соның ішінде Photoshop немесе басқа программалар бар. Әрине ол суреттердің өздерінің өлшемдері бар. Біліп жүремінге кірейік мысалы ретінде. Біліп жүремінге кіргеннен кейін мына жанында үш нүктені басамыз. Управление сообществом деген бар, соған кіреміз. Обложка сообщества деген бар, міне загрузить бассаңыз, сіз сурет қосуға болады. Бір суретті мысалы ретінде алып көрейік. Загрузить басқаннан кейін көрейік. Мен бір интернеттен суретті алдым. Жалпы біздер картинкалар қайдан алады деген видео бар, соны қарап шығуыңызға болады. Міне өздері 1590-да 400-ге өлшемі, соны алуға болады. Формат JPG, GIF немесе PNG деген форматтарды алуға болады. Выбор файлға кіреміз, міне осыны аламыз, открыть басамын, болды, көрейік. Келістіреміз әдемше. Жалпы мен ойлаймын, өзімнің пікірім, жалпы апта сайын жаңартып тұрған жақсы. Яғни жазушылар сіздің тобыңызға кіргеннен кейін оларда ой болады. Мына топ тірі топ, бұл топта мен алдыңғы күні кірдім, қазір басқаша, яғни топ жұмыс жасап жатыр деген ой оларда болады. Сохранить, продолжить басамыз, көрейік енді қандай болатынын. Біліп жүремін. Міне өте әдеміше кеткен. Тіпті сіз жақсы программалар меңгерсеңіз, осы жерге бетіне жазып кетіңіз. Мына топ қандай топ, немесе өзіңіздің ВК-да барсыз, яғни ВК-ның басқа тобыңызда болады, немесе Инстаграм, яғни басқа әлеуметтік желілерде жарнама жасауға болады. Көріп отырсыздар. Мен әзірше ондай жасаған жоқпын, алдағы уақытта жасауыма болады. Сіздер енді білесіздер қалай фото салу керек екенін. Телефонмен кірсеңіз де болады. Телефонмен браузерге кіресіздер, ВК-ға кіресіздер, полный версия таңдайсыздар, таңдағаннан кейін міне тобыңызда управление кіріп, фотоны салуға болады. Міне қалауыңыз бойынша редактировать етуге болады. Редактировать өзін келтіріп алуға болады осылай. Сосын сохранить басасыздар, немесе басқасына өшіруге болады обложканы, және басқа үстіне сурет қосуға болады. Яғни үстіне достар, біліп жүремінге жазыламыз достар, және біздің интернет дүкеніміз бар. Қарап шығыңыздар, әр тауарлармен таныс болыңыздар.